Сәлеметсіздер ме, құрметті ағайындар? Тағы да кеш жарық, түн жарық. Тағы да тікелей эфирге шығуыма тура келіп отыр, өйткені записпен өте ұзақ болып кетеді екен. Қазір 1 қыркүйек күні Қорғаныс министрлігіне барып жолығып кездесіп қайтқанымды білесіздер. Ол Қорғаныс министрлігіне не үшін барғанымды мен алдында жазып барлығын айтып өттім. Енді Қорғаныс министрлігіне міне мынандай кәдімгідей 5 беттен тұратын дат десек болады, хат десек болады, үндеу десек болады. Енді жалпы мына әскердегі болып жатқан жағдайға жазылған жанайқай деп қабылдасаңыздар болады. Енді мен сіздерге оқып берейін деп отырмын. Жалпы министрлікке қандай іс-шарамен, қандай мақсатпен барғанды. Мен түгелдей оқып берейін. Түгелдей оқитын болсам, бір 6-7 минуттай уақыт өтеді. Өйткені 5 беттік. Енді жалпы бұл жерде ата-ананың қазіргі бүгінгі күні әскерге деген реніші, өкпе назы жанайқай. Құрметті Қорғаныс министрі Руслан Фатихұлы, әскери саланың басшысы министр ретінде сізге ата-аналардың жанайқайы деп төмендегі жазбамызды жолдаймыз, және де естуші мемлекет деген ұғыммен бізді естисіз деп сенеміз. Бірінші бөлім әскердегі өлімдер туралы. Әскер дегеніміз негізі мемлекеттің де, қоғамның да басты қорғанысы екенін білеміз. Бірақ соңғы жағдайларға байланысты сенім мен үміт әлсіреді. Көрші мемлекеттердегі болып жатқан жағымсыз жағдайлардан сабақ алып, өзіміз сақадай, жабдығымыз тақадай болып тұрудың орнына біз бүгінгі күні нені көріп отырмыз? Соңғы жылдары жағымсыз жаман жаңалықтар жиілеп кеткен соң халық алдында бүгінгі күні әскердің абыройы айрандай төгілгені анық. Енді оны қайта қалпына келтіру үшін министрден бастап кезекте тұрған күзетшіге дейін жатпай тұрмай ерен еңбек керек екені тағы белгілі. Бүгінгі күні әскерге барудан қашатын заман болды, ол ақиқат. Бұрын сол сарбаздың киімін киюдің өзін армандап, 18-ді күтіп әскерге кеткенше асығатын тыныш заман еді. Енді бүгін жағдай неге күрт өзгерді? Жылдар өте әскерден қашатын өте ұятты деңгейге қалай келгенімізді білмей қалдық. Әскердің бұрынғы абыройынан тамтығы қалмады. Әскердегі болып жатқан созылмалы сорақы ессіз жан түршігерлік жағдайлардың ақыры болады ма, әлде осылай аман сау кеткен балаларымыздан айырылып, жылап еңіреп отыра береміз бе? Соғыссыз тыныш заманда отанын қорғаймын деп, борышын өтеймін деп, аяғымен кетіп, бірінен кейін бірін табытпен қайтып жатқандарына не дей аласыздар, құрметті Қорғаныс министрлігі? Бұл мәселені қолға алып ретке келтірмесеңіздер, күндердің күнінде баласынан айырылған, ашынған аналар көтерілсе өте қиын болатын білетін шығарсыздар. Және де соған орай мынаны ескерсеңіздер дейміз. Әрбір ана жүрегінің астында тар құрсағын кеңейтіп, 9 ай көтеріп, 62 тамырын идіріп, еміреніп, ақ сүтін емізіп, түн ұйқысын 4 бөліп, алғашқы қадамын қолымен демеп, тәй-тәй бастырып, мектепке жетектеп апарып, барын аузына салып, киіндіріп, мәпелеп өсірген баласын кәмелетті жасқа тұмсықтыға шоқтырмай жеткізіп, аман есен өз аяғымен әскерге жөнелтіп, алаңдап келедау деп жолын тосып жүрген ана, аман кеткен баласының мәйітін табытпен қайтқан кездегі ананың күйін елестетіп көріңіздер. Ол сөзді ешкім түсінбейді, ол сезімді ешкім түсінбейді. Тек осы қаралы жолдан өткен бейшара ана ғана жан тәнімен түсінеді. Ал баласынан айырылған, ашынған ананың бойына жыртқыштан да айбарлы күш бітеді. Содан соң оны ешкім тоқтата алмайды. Баласының жолында барлығына дайын болатын бірінші адам ол ана. Соған мұқият болсаңыздар. Әскердегі ессіз дедовщинаны, тәртіпсіздікті, басынғандықты, бопсалауды да естіп жатамыз. Отан отбасынан басталады. Әр отбасынан шыққан, мейлі ұл болсын, мейлі қыз болсын, әр қайсысы әр түрлі, бірақ барлық отбасының темір қазықтай қағып қойған ұстанымы болса, жағдай басқаша болар еді. Соңғы 30 жылдың әр кезеңінде туылып өсіп, бүгінгі қоғамның белді буын болып отырған
осы жылдардың жемісі. Жылдар өткен сайын сырттан небір бізге өгей, жастарға жақын қызылды жасыл жылтырақ дүниелер ағылып кіріп жатты. Саналарына суша сіңіп, миларын кеміріп жатыр әлі де. Есесіне солай өскен өскелеңдер бірі батысқа еліктеп өз ұстанымызды ұят санайды. Ақыл айтып дұрысын көрсетсең, өткен ғасырда қалып қойған тәрбиең бұл деп жабайылыққа балайды. Ал енді тағы бір бөлігі әкесіз, бірі тірі жетім, бірі шын жетім болып шұбыраған әйелдер арасында өсіп, ол жақша ішінде анасы, апасы, әпкесі, қарындастар, яғни өңшең әйелдердің ортасында өсіп жатқан ер азаматтың шынайы моделін сезінбей өскен, ынжықтау, қорқақтау, сөзге жақын болып өскен бала ертең қандай жігіт болады? Түптеп келгенде медальдің бір жағы балаларымыздың жалпы көпшілігі шымыр емес екенін мойындауымыз керек. Ауылдың піскен жігіттерін алмағанда. Қарап отырсақ, қазіргі өсіп келе жатқан жас ұрпақтың ішкі жан дүниесі, яғни ішкі шыбығы өте нәзік, сәл жел тұрса мұрт сынады. Таяқтың екі ұшы бар, бір ұшы осы болып тұр. Оны ары қарай қазсақ, айналып келіп отбасындағы тәрбиеге тірелеміз. Сондықтан ұлды ұлдай, қызды қыздай тәрбиелеу керек екендігін басып айтамыз әрине. Бұл жерде айтпағымыз тек қана бір әскерді ғана кінәлай беру емес, бұл жерде жалпы отбасында әр отбасы өзінің ұстамы болып, әр отбасы ұл баланы ер жігітше тәрбиелеу керек. Соны айтып отырмыз. Ал енді екінші бөлігі әскердегі сайқымазақтар туралы. Барлықтарыңыз білесіздер, желіде біздің сарбаздар жаңағы беташарды ойнап, домбырамен бет ашып жатқан бір көріністі көріп қалып, сол бейнеге айтылған дүние, бірақ бұл туралы министрдің өзі айтты. Бұл 8 жыл бұрын болған дүние дейді. 8 жыл болсын, 10 жыл болсын, 20 жыл болсын, әйтеуір бұл әскери саланың ішінде сарбаздардың арасында болған дүние болғандықтан бұны тағы да оқып өтейін. Яғни хаттың екінші бөлігі әскердегі сайқымазақтар. Әскердегі сарбаздың беташар жасап, қазақтың салтын сайқымазақ етіп, көңіл көтеріп жатқан бейне шарқырап жүр желіде. Бейненің астарында талай жылдардың салғырттығы, намыстың өшкені, идеологияның қисайғаны, немқұрайлық, бейғамдық, саяс сана, ойсыздық жатыр. Тек әскер ғана кінәлі емес бұл жерде. Осы ұлдарды тәрбиелеген әр отбасы да кінәлі деп есептейміз. Намысын алға қойған жігіттеріміз жігітті намыс өлтіреді деп осындай сайқымазаққа көнбейде өздеріне қол жұмсап көз жұмып жатқан шығар. Ол бір Аллаға мәлім. Бүгінгі әлсіз, мінезсіз, жігерсіз жастардың болмысы осы. Өл-тіріл қоғам өзгермейінше осы кеткеннен кеткен. Алла бетін аулақ қылсын. Әгәр заманымыз алай-бұлай болып жатса, әскердегі беташар жасап сайқымазақ болып жүрген сарбаздардың қарудың қай жағынан ұстайтынын біледі ме екен әуелі? Сорайып икемсіз болып барғандар, егер әскер дұрыс болса, шынығып, пісіп, жетіліп келеді. Алла бетін аулақ қылсын. Отан қорғайтын заман туса, қолына қаруды дұрыстап, оғын оқтап, дәлелдеп атудың ең қарапайым түрін жадында сақтай алды ма екен мына түрлерімен? Ұл балаларымызды әскерге біз актерлік шеберлікті үйреніп кел деп жібермейміз. Отанын қорғау үшін шымырланып, рухы күшейіп, нағыз ер азаматы болып келсін деп жібереміз. Осындай сорақылыққа топ етіп бір күнде жеткеніміз жоқ. Бұл аурудың бастауын бастан қоғамның шырмаланып шалдыққан дертінен басталған. Әскерге бастан аяқ тәртіп пен сана қоғамға ұзақ жылдардан бері батпандап кірген дертінен айырылмайынша, осы кеткеннен мол кететін түріміз бар. Қысқасы, қоғамды дерттен, әскерді тәртіпсіздіктен айырықтыру керек. Отанды да қорғау үшін күш керек, білім, тәрбие керек. Осының барлығын әскерге дейін үйінен жинап, қоржынын толтырып барса, мынандай есуастық жағдайға білімсіз, санасыз бірі бастаса, білімді, намысты екіншісі қой дейді. Небір жалқау еркелер былбырап түске дейін ұйықтап, сабағына барғысы келсе барып, барғысы келмесе қайта қисайып телефон құшақтап жатқандардың есін жиғызатын жер негізі осы әскер еді. Онсыз да дені дұрыс, белді ер азаматтарымыз аз кезінде барымыздан айырылып, ертең ұрпақ жалғастырарларымыз саусақпен санаулы қалады мына түрімізбен.
Бүгінгі осы әскерде жүрген есі дұрыс, ақылы түгел, санасы терең, тамырын білетін, ертеңін ойлайтын жас жігіттеріміз тікелей ертеңгі болашағымыз. Боянып, сыланып, ештеңемен ісі жоқ бір жынысты жігіттер онсыз да бармайды әскерге. Оларды мен мүлдем ер азамат қатарына санамаймын. Ал мына әскерге баратын намысы бар, кеудесінде оты бар жігіттеріміз шеттерінен тыныш заманда қырылып жатса, болашағымызға қандай үміт артамыз? Осылай ең басты мемлекеттік қауіпсіздігіне тікелей қатысы бар әскери сала салдырап тұрғанда жаңа Қазақстан қалай боламыз? Бола алмаймыз. Әр қайсымыз өз басымыздан бастайық, қасымыздағы ұлдарға ұлдарша сөйлеп, еркекше ойлауды үйретейік, намысын шыңдайық. Туғаннан бесікте жатып жігерлі, рухты өлеңдерді тыңдатып, тек маңызы бар, мәні бар кино мен мультфильм көріп өссе, идеологиясы ұлтым, жерім, тілім, дәстүрім деп мүңкіп тұрса, басқаға беріліп, ауып кетпейтін еді. Сондықтан еліміз бір, рухымыз бір, жеріміз бір, отанымыз ортақ болған соң, ары қарай жүрер жолымызда бір. Қоғам болып, үкімет болып, әскердегі ессіз дүниелерге мардымды іс әрекетпен бұзылған жолды жөндеу жобасын жасайық. Қитұрқысыз адал іске көшіп түзейік. Әскерге балаларымызды еш уайымсыз жіберетін деңгейге жеткізейік. Бізді мазалайтын сұрақтар. Бірінші сұрақ. Қорғаныс министрінің орынбасары Дархан Ахмедиев мырзаның 2 тамыз күні Литер.ру баспасына берген сұхбатында суицидтің алдын алу тесттер туралы айтыпты. Бұл психологиялық тесттер ме? Оны кейін басқа эфирге айтатын болам, не үшін бұл психологиялық тесттерден біз кішкене үрейленіп отырғанымызды. Екінші, бұл қаншалықты әсерлі болады. Бұның аяғы психдиагноз қойылып, психпрепараттармен емделу мен жындыханаға жол ашатын бағдарлама болып кетпейді ме? Үшінші сұрақ. Әскери ведомствода арнайы топ құрылыпты. Әскердегі өлімді азайту үшін бұл топ қандай топ? Кімдер кіреді? Онда қандай маман иелері кіреді? Төртінші сұрақ. Алдында сол министрдің орынбасары айтыпты, алдын ала суицидті алдын алу үшін браслеттер кигізіледі деп. Браслеттер алмақшы. Сол браслеттер қаншалықты мардымды болады? Бұған шығарылған қомақты қаржы рәсуа болмайды ма? Бесінші, қорғаныс саласы қаңтар қақтығысында қаншалықты даяр екені көрініп қалды. Жаман айтпай жақсы жоқ, Алла бетін аулақ қылсын. Заманымыз тыныш емес. Олай-бұлай болып қайталанып жатса, толықтай сырттан өзге күшке жүгінбей төтеп беруге біздің әскер қаншалықты дайын? Әрине біз қоғам ретінде, ата-аналар ретінде және де басымыздан сондай қаңтар қақтығысын өткергеннен кейін біздің де үрейіміз орынды деп ойлаймын. Алтыншысы, әскерге психологтарды енгізіп, ертеңгі күні сарбаздарымыз психотропты дәрілерге отырып, психпрепараттарға тәуелді болып қалмайды ма? Психологтардың құзыры қаншалықты бүгінгі күні? Жетінші сұрақ. Американың әскерге осы психологияны енгізіп, жетістікке жеткен жері белгілі. Незримый враг деген документалды фильмде ақштың осы бағыттағы өкінішті тәжірибесі анық айтылған. Сол жағдайға тап болмайық деп көзі ашық, көп дүниенің тамырын басып отырған саналы ата-ана ретінде ескертіп қояйық деп отырмыз. Сегізінші сұрақ. Арнайы комиссияларға енген НПО-лар қандай бағыттағы НПО-лар? Сорос, ЮНИСЕФ, USAID сияқты батыстан грант алатын НПО-лар емес пе? Тоғызыншы сұрақ. Әскерге шақырылған сарбаздардың ішінде министрлер, вице-министрлер, сенат депутаттарының, мәжіліс депутаттарының, облыс маслихат депутаттарының, қала әкімдерінің, облыс әкімдерінің балалары қаншалықты отан алдында борышын өтеп жатыр? Осымен сұрағымыз тамам. Енді ары қарай біздің ұсынысымыз, ата-ана ретінде ұсынған ұсыныстарымыз мынау. Бірінші, әскерге еліміздің абыройын көтеріп жүрген нағыз ер азаматтарымызды шақырып, мысалы Ардақ Назаров сияқты, сол сияқты мықты жігіттерімізді шақырып, күнтізбеге енгізіп, сарбаздармен жиі кездестіріп, ақыл кеңестерін айтып, рухын көтеретін рухани кездесулер ұйымдастырылса. Екінші ұсыныс. Арнайы комиссияға қоғам арасынан оның ішінен жанашыр ата-аналарды енгізсе. Оны енгізетін болды, сол жерде келісілді. Үшінші ұсыныс. Ұлттық идеологияны тереңнен дәріптеу, құндылықтарды насихаттау,
отанына деген сүйіспеншілігі мен құрметін нығайту жұмыстарын көбейтсе. Төртінші ұсыныс. Өткен шақтағы ата-бабамыздың отаны үшін, жер үшін, ұлты үшін жасаған батырлықтары мен өжеттілігі, қайсарлығы мен табандылығы туралы тарихи кинолар мен кітаптар мен сауаттарын ашып, ағарту жұмыстары кішкене көбірек болса. Бесінші ұсыныс. Адамгершілік пен рухани байлыққа баулу жұмысы өте тереңінен болса. Алтыншы ұсыныс. Даладан, яғни гражданкадан келген жас сарбаздар қаншалықты өз тамырын терең біледі екен. Жалпы осы бүгінгі күні сол әскерге барып жатқан сарбаздарымыз жеті атасын біледі ме екен? Соған мен өте күмәнім бар. Сол үшін ең болмаса 18 жасқа дейін өзінің үйінде, өзінің отбасында, өзінің тамырын дұрыс танымаған жас сарбаздарымыз болса, ең болмаса осы әскерде тамырын жақсы таныған азамат жаңағы ретінде тарихшылар мен этнографтарды алып келіп, кәдімгідей дәріс беріп, рухани жаңағы әңгіме дүкен құрып, тарихқа тереңірек үңілетін бір сондай кештер, кездесулер болса, оның жаңағы оқып беретін болсам, даладан, яғни жаңадан келген, даладан, гражданкадан келген жас сарбаздар қаншалықты өз тамырын терең біледі. Тамырын жақсы таныған азамат қандасына, руласына надандық істемейді. Тарихшылар мен этнографтардың бір мезгіл дәріс беріп ағарту жұмысы болса, өзінің кім екенін, кімнен тараған ұрпақ екеніне мән берсе, көз қарасы өзгерер деген үміт бар. Яғни, бұл жерде қалай айтсақ та 18 жасқа дейін ол сарбаз әскерде болмаса, мектепте болмаса 24 сағат бойы балабақша, колледж, университетте өмір сүрген жоқ. Ол бала бір отбасынан туылып, бір отбасынан тәрбиеленіп келді. Яғни, сол 18 жасқа дейін жаңағы мына қалып дейді ғой, сол қалыпқа құйылған, қалыптасқан азамат, ер азамат, 18-ге толған ер азамат әскерге келді. Ал әскерге ол қандай қоржынмен келді? Ол 18 жасқа дейінгі бүкіл жауапкершілік ата-ананың мойнында. Ал әскердің ішіндегі тәртіп, басқа мына ессіз дүниенің барлығы ол тікелей қорғаныс министрлігінің мойнында. Сондықтан сен қар, мен қар деп қаншалықты осылай отыра береміз. Бұлай отырғаннан еш пайда болмайды. Сондықтан құрметті ата-аналар, осы жердегі жаңағы оқып, үндеу, хат, дат барлығын оқып бердім сіздерге. Осының барлығын мен министрдің алдында осының барлығы айтылды. Жаңағы ақша неге сұрайды дегенге жауабын алдым. Ол ақша неге сұрайды деген кезде ол министрдің айтқан сөзі, гражданкада жүріп қарызға белшесінен батып келетін балалар бар, ставка ойнайтындар бар. Я, ставка ойнайтын болса, ол бүгінгі күннің қасіреті. Сондықтан 18-ге толғандары бар, толмағандары да бар, ставкаға кіріп кеткендер өте көп. Жарайды, ондай болса, әскер, үкімет, қоғам. Қоғам, яғни ол біз ата-аналар. Үш жақты болып, триада болып, осы мәселені шешейік. Өйткені әскерден қаншалықты, қанша уақыт, қанша заман біз балаларымызды жібермей жаңағы алып қалып отырамыз. Ол біріншіден дұрыс емес. Әскерге бармау, әскерден қашу деген дұрыс емес. Бірақ әскердің де абыройы көтерілу керек. Әскердің ішіндегі де дүниелер барлығы заңды түрде тақадай болып отырса, әскерге баруға ынталанып, әскерге баруға құштарланатын жастарымыз көп болады. Әскерді негізі осыншалықты жаңағы деңгейге түсіп кеткен енді әрине өкінішті. Бірақ жаңағы жығылғанға жұдырық болып, одан арғарай құзға итеруіміз болмайды. Ендігі біздің келіскен мәселеміз осы мына осындай жаңағы үндеуіміз бар, датымыз бар, хатымыз бар. 90 сөздің тобықтай түйіні. Ата-ана болып, әскер болып, бұл дүниені шешуіміз керек. Сондықтан әр өңірде арнайы комиссия болады. Комиссияның ішіне біз ата-аналар кіруге мүмкіншілігіміз бар, кіреміз де.
Одан кейін министрдің өзі бізге дөңгелек үстелге отырайық дейді. Дөңгелек үстелге жиналайық, ата-аналар болып жиналайық, мына жақтан қоғам министрлігі болып жиналайық, сөйтіп бір мәмілеге келетініміз анық. Алла қаласа осы қыркүйек айының соңында ма, мүмкін келесі айда ма, әйтеуір бір дөңгелек үстелге отыратынымыз, сөйлесетініміз анық. Оны министрдің өзі тікелей сол жердегі басқа басшыларға табыстады. Ал енді біздердің, ата-аналардың жаңағы біз жақтан керек дүние 18 жасқа дейін баламызды тәрбиелейік, ер жігіт қылайық, мінезді қылайық, шыңдайық. Ал әскердің ішіндегі болып жатқан дүниеге комиссияға ертең кірген ата-аналар көздерін жұмып, жаңағы кей сөйлейтін кезде сөйлей алмай қалып, сондай жағдай болмасын. Комиссияға кірдіңіз бе, көрген нәрсеңіздің барлығын көтеріңіз, айтыңыз. Ол жерге кәдімгідей кішкене мінезді ата-аналар керек болады комиссияға. Сондықтан сіз болып, біз болып, бұл әскер мәселесін шешуіміз керек. Енді қорытынды осы, айтылған дүние осы. Алдағы уақытта Алла қаласа, мынандай дүниенің барлығы тоқтайды деген үміттеміз. Ең бастысы бізді естіді, тыңдады, өз ұсыныстарын айтты. Ұсыныстары менің ойымша ұсыныстары өте орынды. Сенбейсіңдер ма? Мейлі. Екі жақтап ата-ана әскер болып былай не қылайық, келейік, бір мәмілеге келейік. Кіріңіздер дейді, комиссияға кіріңіздер дейді. Әрине ол білем, комиссия келетін кезде барлығы сақадай сай болып жаңағы бәрін жалтыратып дайындап отырады. Бірақ енді оғанда бір жолын табармыз. Енді басқа әскерде жүрген ата-аналар, әскерде балалары әскерде жүрген ата-аналарға үндеу. Осы артынша сразу айтып кетейін. Балаларыңызбен байланыста болып, балаларыңыздан мейлінше аргументированный, дұрыс, нақты ақпарат керек. Мысалы, ұрды ма, соқты ма, оны жаңағы айтсын. Білем, әскерде біреу ұрса, оны айтуға болмайды, өйткені оны айтсаң, сен западло боласың, сені одан бетер төмпештейді. Бірақ соғұрлым балалар ақша сұрауға байланысқа шығады ғой. Солғырым оларда мүмкіншілік бар ғой. Жазсын, айтсын, голосовоймен жіберсін. Бірақ біз сол әскердің ішінде болып жатқан дүниені кәдімгідей ата-аналар өздері құлақтарымен естіп, көздерімен көрсе, сол нақтырақ болады. Сондықтан сол жағына құрметті әскерде балалары жаңағы борышын өтеп жатқан ата-аналардың құлақтарына алтын сырға. Бұл жерде ешқайсысы ондай дұрыс емес дүниені айтып қойып, ол үшін стукач болып, басқа болып демейді. Бұл жерде кәдімгідей мына сынған, қисайған жолды түзету жолындағы іс-әрекетіміз болсын, еңбегіміз болсын. Сондықтан, құрметті ағайын, мен мына эфирді сақтап қояйын. Көп уақыт болса, оны да көп қарай бермейді адамдар. Аз уақыттан болса, оның қаралымы көбірек болады. Ал бұндай ақпаратты қаралымы неғұрлым көп болса, соғұрлым жақсы болады. Сондықтан аман болыңыздар. Баршаңызға қайырлы түн. Аман болайық.